Надия. Мен осы Instagram желісінде Бақытты әйел деген бағдарлама бар. Сол жерде осы Қуаныш Шонбайдың қонақ болып келіп, сұхбат берген уақытында сол кісімен өзім бір таныстым, бірінші рет десем болады. Содан кейін парақшасын таптым, одан кейін ол жерден осы Virtus Академия туралы білдім. Содан кейін кеше осы бір акция болып жатыр екен, жаңағы осы келесі сабағына. Соны сатып алу арқылы осы тегін мастер-классқа жазылдым. Енді қалай айтады, өзінен өзі бір пайда болған. Біз бүгін осында келген кезде бастапқыда ойын ойнатты, сонда жаңағы барлық үлкен шарлар лақтырып жатыр. Сіздің шардың ішінде бірдеңе бар екен байқадым да, өзім түсініп тұрдым, енді өзім білмеймін. Содан лақтырыңыздар дейді, жоқ лақтырмаймын деп қолыма сөйтіп ұстап алғам. Содан шынымен де ішінде бір сыйлық бар екен, соны ұтып алдым, қуаныштымын. Бұл жерде мен Қуаныш Шонбаймен Virtus Академиясы сізге мақсат жоқ, нысана бар тренингінің видео нұсқасын сыйға тартамыз деп қойыпты. Өте қуаныштымын, себебі бұл тренинг туралы негізі білген жоқпын, бірақ қарауға міндетті түрде қарауға тырысамын. Аты-жөнім Абылғазы Ахметшақ. Бүгінгі мастер-классты Қуаныш Шонбайдың инстаграмнан көрдік. Жалпы Мейірбек мырзадан да, сосын кейін таргетинг рекламадан көшіп, сайтқа тіркеліп, бүгінгі осы жерде тренингтен. Бұған дейін мен 3 тренингтен өткем, келіп жатырмыз. Әрине, әрбір тренингтен бір өзіңе ой түйесің, өзіңе белгі бір, былай айтқанда, гүлдің дәнін егесің ғой. Сол бір үлкен бақша шығу үшін сол гүлдерді егіп жатыр деп өзім санаймын. Субъективті өзім мнением ғой. Әрине, бүгінгі тренинг өте қатты ұнады. Әсіресе мынау Қуаныш Шонбайдың ақш-қа барып келгеннен кейінгісі оқиғасы өте қатты инсайттар берді да. Бүгінгі енді әрине кәсіпкерден бұрын өз Қуаныш мырза айтады ғой, екінші болма кітабымда де 8 жыл бойы дайындалдым дейді ғой. Сол сияқты маған өзіме енді қалай десем, белгі бір маманы болып, кәсіптің белгі маманы болғандықтан, екінші болма кітабын оқығандықтан өзінің қолынан не келеді, соның бәрін іздеп жүрген адамбыз. Енді курсқа қатысам деген шешім шығардым. Сол енді курстан көреміз не болатын. Арғатай курстан кейінді осылай видео берсем, белгілі жетістіктермен, онда Қуаныш Шонбайға және Мейірбек мырзаға алғысым шексіз. Мастер-класс туралы мен негізі қазір онлайн марафонға қатысып жатырмын. Бүгін 7-ші күні, сол арқылы білдім. Өзгеріп жатырмын. Тіпті бірінші күннен бастап өзгердім деп айта аламын. Өйткені негізі процесске байланысты сол жақта қазір 74 адам қалды. 74 адамның барлығы да өзгеріп жатыр. Өйткені бірінші күні бір чатты ашсаң 200 сообщение бірден болатын болса, қазір уже сұрақтар да азайды. Өздері ізденуді үйренді, хотя бы ізденуді үйренді адамдар. Мен негізінде баяғыдан өзім елдің бәрі кәсіппен айналысу керек жоқ қой деп ойлайтын. Бай болу үшін барлығы кәсіппен айналыса беру дегенді өзім де көп ойланып жүретін. Және өзімнің кәсіппен айналысу мен мақсатымда емес. Тек мен өзім магистратурада оқып жатырмын, бірақ өзімнің мамандығым ұнай ма, не үшін оқып жатырмын деген сұрақтармен көп депрессия түсетін негізінде. Сөйтіп іздене келе Қуаныш Шонбайды таптым, сосын Virtus таптым, сосын Мейірбек мырзаның Айна дос қызын таптым, солай. Мен қазір уже инстаграмда оқитын адамдарым Қайрат Нұртастардан Қуаныш Шонбай сияқты жетістікке жеткен адамдарға өзгерді деп айта аламын.